Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы баршаңызды келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Өздеріңізге белгілі, алдыңғы бағдарламамызда СТО-ға келмегені үшін, яғни жұмысқа келмегені үшін қолын күйдіріп қинаған адамға қатысты қылмыстық істің қазіргі таңда соты өтіп жатыр. Өткен сот отырысында толыққанды судьяның үкімі жариялану керек еді, алайда судьяның денсаулығына байланысты сот кейінге қалды. Мінекей сол күнге де бүгін жеттік. Қазіргі таңда бізбен бірге болыңыздар. Бас бостандығынан айырылады ма? Қазір санаулы уақыттардан кейін білетін боламыз. Жалпы сіз кім боласыз? Мен сол потерпе кімдің Хайроллаевтың ағасы боламын. Сіздің бұл іске қандай қатысыңыз бар? Жалпы сіз ол СТО туралы білесіз ба? Я білем, мен осы да жұмыс істегем. Бұл бала ауырып, жұмысқа келмеді 2-3 күн. Сосын хозяин звондайды, СТО-ның хозяйны, бастығы. Соны маған тауып бер. Если мен өзім тауып алсам, оған жақсы болмайды, мен балалармен келем. Онда оған жақсы болмайды деп айтады. Сосын мен оған звондаймын өзіне. Ей, өнім осылай, сен іздеп жатыр бастығың, менсіз барма. Короче, мен барсаң, бәрін шешеміз өзіміз, сөйлесеміз деп. Потому что мен екеуінде де жақсы танимын. Сіз қанша уақыт жұмыс жасадыңыз СТО-да? Мен олармен 4 или 5 жылда істедім бірге. Айтып отқан Малик деген қандай жігіт жалпы? Қызуқанды ма, әлде сабырлы жігіт па? Неге бұндай іске барды ойлайсыз? Қызуқанды бала ол, енді тез ашуланады, бірақ енді бәрін жамандауға болмайды, жақсы жағында бар, оның жаман жағында да бар да. Ол осылай жұмысты до конца сразу бітіре алмасаң, срогына дейін айғайлап, ақшаңды бермей сөйткен кездер болды бәрімізге. Жалпы енді Лутфулланың, яғни жәбірленушінің айтуы бойынша ауырып жұмысқа бармай қалдым, бірақ алдын ала төлемақыны алған едім деп жауап берді. Бұған не айтасыз? Ол машина әкелген кезде бәрі первоначал беріп кетеді, задаток беріп кетеді машина жасауға, соны алған бұл. Ауырып 3 күн ба, 4 күн ба келмейді. Маликқа айтады, хозяин айтады, мен келем, жұмысқа келем. Одан кейін бұны Малик іздеп маған звондайды. Сосын мен оған звондаймын жәбірленушіге. Мен жаққа кел, мені СТО-ма деп. Мен қазір бұлардан отдельно өзім жалғыз істеймін. Ол мен жаққа келеді, оған түсіндіріп айтамын. Жалпы сіз 4 жыл жұмыс істеген кезде бұндай ситуация болды ма? Бұндай ситуация болған жоқ, но бірақ машиналарымды срогыда бітірмеген кезде, ақшаларын бермеген кездер көп болды. Басқа не айтасыз тағы бұл тұрғыда? Жалпы бұл қазіргі таңда тағылып отқан айып заңды ма, келісесіз ба? Мен заңды деп ойлаймын. Өйткені балаларды нанимать етіп, апарып, ұрып, издеваться еткен, ол уже кәдімгі қылмыс деп ойлаймын мен өз бойым. Жалпы сізге онда ешқандай қорлық көрсетілмеді ма? Кезінде жұмыс істеген кезіңізде ақшаңызды бермей деген сияқты? Ақша бермеген кездер болды. Потому что біз сроктан кешік қаламыз, енді жұмыс қой, бір күн ауыр қаласың, бір күн бір нәрсе болады, жұмысқа шыға алмай қаласың, срокқа үлгермей қаламыз. Бір апта, бір 5 күн, 10 күн. Сол кезде жарты ақшам бермеген кездер көп болды. Біз қазір Жетісу ауданының сотынан шықтық. Естеріңізде бұған дейін менің сенім білдірушім жәбірленушіге қорлық көрсетіп, темекінің қолына басып, ұрып соғу жағдайларына байланысты біз арызданып іс сотқа жеткен болатын. Яғни бүгін сот өзінің жарыс сөзін бәрін сөз беріп, аяқтап, енді соңғы сөзін 2 наурызға қалдырылды. Енді 2 наурызда сот соңғы сөзін тыңдағаннан кейін өз үкім жариялайды. Қандай үкім жариялайды, оны енді соттың өзі шешеді. Біз енді соттан бұл кісі жәбірленушіні сонша қорлық көрсеткен үшін, және бірнеше адамдармен қорлық көрсеткен үшін, жаңағыда темекі қолына басып, ұрып соғу, қорлау фактісі болғандықтан бас бостандығынан айыру жазасын айыруды сұрадық. Прокурор да біздің бас бостандығынан айыру туралы сұрауымызбен келісті. Ол да прокурор да бас бостандығынан айыру жазасын қолдану керектігін айтты. Енді әрі қарай енді сот өзі шешеді. 2 наурыз күні сот соңғы сөзден кейін өзінің үкім жариялайды. Міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламыз.